Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Балнұр. Бүгін сіздермен дәмі керемет болып шығатын әрі оңай жасалатын восточный пирог дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Видеом ұнап жатса лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Ең алдымен осылай 2 жұмыртқаға қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне бөлме температурасындағы сары майымызды саламыз. Мен мұнда 2 пирог жасайтын болам, сондықтан сары майымыз көп болып көрініп тұруы мүмкін сіздерге, бірақ мен астына бір ғана пирогтың құрамын жазып қалдыратын боламын. Ұнымызға кішкене разрыхлителімізді салып, осының ішіне тоже салып араластырамыз жақсылап. Біркелкі масса болып, жұп-жұмсақ қамыр болғанша араластырып аламыз. Дайын болған қамырымызды қолымызбен жақсылап илеп аламыз. Пакетке салып 5-10 минутқа тындырып қоямыз. Қамырымыз осындай жұмсақ болып шығады. Пакетке салып тындырып қоямыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Мен осындай 22-лік формада дайындайтын болам. Салмасына осындай жуылған мейіз және жаңғақ қосатын боламын. Және сгущенка керек болады. Дәл видеодағыдай жасаймыз. Міндетті түрде осылай вилкамен тесіп, мейізімізді, жаңғағымызды кішкене майда бөліктерге бөліп, әдемілеп салып аламыз. Тағы да басқа осындай дәндерді қосып салсаңыздар болады, өте дәмді болып шығады. Денсаулыққа өте пайдалы. Міне осылай бетінен сгущенкамызды жақсылап құйып, 180 градуста 35 минуттай пісіріп аламыз. Міне осылай пісіп шықты. Кішкене суытып, сосын формадан босатамыз. Пирог өте дәмді болып шығады. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Видеом ұнап жатса лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар.